Қайырлы күн достар, мен каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге жолдасай. Бүгін сіздермен керемет бір печеньенің рецептісімен бөліскім келіп тұр. Бұл печенье көп ингредиентті қажет етпейді және де тез, оңай жасалады. Алдымен бізге керегі 200 грамм ірімшік, оған қантымызды және жұмыртқамызды қосып былғап алатын боламыз. Бұл жерде менде домашний ірімшік, сондықтан да осындай түйір болып тұр. Ірімшікті ұсақтап алам десеңіздер, блендердан біркелкі масса жасап алуларыңызға болады. Блендермен немесе ситадан өткізіп алсаңыздар да болады. Мен осы қалпында жасай бердім. Және де ары қарай бізге сұйық май және айранымызды құйып алатын боламыз. Осының барлығын жақсылап араластырып аламыз. Масса біркелкі болу керек. Енді ас содамызды қосып, ұнымызды салып, барлығын жақсылап араластырып, қамырымызды илеп аламыз. Енді қолымызбен илеп, өте жұмсақ, сондай қолға жабыспайтын қамыр шығатын болады. Әбден иінін қандырып аламыз. Бұл жерде 15 минутқа қамырды демалтып қоюға болады. Немесе бірден кірісіп кетсеңіз де болады, асығыс болсаңыз. Дайын болған қамырды осылай екіге бөліп, одан кейін 4-ке бөлетін боламыз. Енді осылай 4-ке бөлгеннен кейін тағы да 4-ке бөлеміз. Сонда бізден 16 печенье шығатын болады. Егер де отбасыларыңыз үлкен болатын болса, жаңағыдай ингредиентті 2 есе салуларыңызға болады. Біз үйде 3 адам болғаннан кейін мен осылай шағын ғана жасадым. Менде 16 штук шықты. Осылай бөліп аламыз. Одан кейін ұнымызды сеуіп, бір-бірден домалақтап аламыз. Қазір өзімізге ыңғайлы болу үшін ары қарай. Печенье негізі өте тез жасалады. 5-тің шайына үйіңізге адамдар келіп қалған жағдайда осылай тез шайға жасап жіберулеріңізге болады. Өте дәмді болып шығады. Міне видеодағыдай осылай дөңгелектеп аласыздар. Енді қамырымызды жаятын боламыз. Осылай оқтаумен жайып, бір шай қасық қант салдым ортасына. Енді трубочка қылып орайтын боламыз. Ортасына мақ қосуларыңызға болады, немесе вареная сгущенка, кокосовые стружки. Тәтті жақсы көрмесеңіздер, қант салмай қоюларыңызға да болады. Енді осылай орап алғаннан кейін, трубочка кейпінде енді ішке ораймыз, жылан қылып. Дәл видеодағыдай жасасаңыздар, өте керемет шығады. Осылай орап алып, шетін әкеліп, төменге түйетін боламыз. Осындай печеньелар шығады. Енді қалған барлығын осылай жасап шығатын боламыз. Осындай әдемі болып шықты, міне 16 штук. Енді осылай беттерін қантқа батырып аламыз. 180 градуста 20-25 минут пісіріп аламыз, қызартып. Духовкадан шыққасын әбден суытып, содан кейін шайымызды қоямыз. Мен баламен жүргенде печеньемді көп ұстап қойыппын, қызарып кеткен, даже қарайып кеткен. Рецепт ұнаған жағдайда каналыма подписка жасап, комментарий жазып, лайк қойып кетіңіздер. Жақындарыңызбен бөлісіп, қуантуды ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет.